Игорь Полищук бүгінгі жәрмеңкеге арнайы келген. Сөзінше, бұрын мемлекеттік қызметті алу үшін бірнеше сағаттық кезекте тұруға жетеді дейді. Ал бүгін ол бірнеше қызмет түрлері бойынша ақпаратты кезексіз ала алды. Я вообще очень доволен ярмаркой. Жәрмеңкенің өтіп жатқанына өте қуаныштымыз. Мен сурда аудармашы болып жұмыс жасаймын. Бұл жерге қамқорлығыма алған ер адаммен келіп отырмын. Біз оның бірнеше мәселесін лезде шеше алдық. Бірнеше сағатта кезекте тұрып, бір кабинеттен екінші кабинетке сабылып жатқан жоқпыз. Өте ыңғайлы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Бұл жерде 9 ведомствоның өкілдері тұрғындарға 90-нан астам қызмет түрін көрсетті. Жыл басынан бері 14 мемлекеттік қызмет түрлері жәрмеңкесі өткізілген. Айта кету керек, жыл басынан бастап облыс тұрғындарына 2 миллионнан астам мемлекеттік қызмет түрлері көрсетілді. Оның 60%-ын электронды түрде алған екен. Ең бірінші мемлекеттік қызметтер жәрмеңкелерінің мақсаты ол ашық иесі қағидатын жүзеге асыру, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін түсіндіру және электронды нысанда сол қызметтерді алу тәртібін насихаттап түсіндіру болып табылады. Осындай іс-шараларға биылғы жылы 1,5 мыңнан артық адам қатысып отыр. Олар электронды түрде және қағаз жүзінде көрсететін қызметтер тәртібі, қызметтердің алу тәртібі жөнді жан-жақты ақыл кеңес ала алады. Бірнеше сағатқа созылған мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесіне жұмысшы кентінің 200-ден астам тұрғыны қатысты. Айта кету керек, бұл сынды іс-шаралар жалғасын табатын болады. Асем Айтола, Данияр Темірғалиев, Первый Северный.